Алматыда қайта жөндеуден өтетін Күләш Байсейітова көшесі жастарға арналған аймаққа айналады. Дегенмен қаладағы архитектураға жауапты мамандар жаңғырту жүргізілетін көшеге еңбектеген баладан еңгейген қартқа дейін келіп демала алады деп отыр. Сондай-ақ онда жүргіншілерге жайлы болу үшін көліктер жіберілмейді. Тағы қандай өзгерістер орын алады? Тілші Жадыра Омыржан көшенің ескі және болашақтағы жаңа кейпін көріп келді. Алматыда биыл қайта жаңғырту жұмыстары жасалатын аймақтардың ішінде Күләш Байсейітова атындағы көше де бар. Жөндеу Қабанбай Батыр көшесінен басталып, Төле би көшесіне дейінгі аралықты қамтиды. Жаңа кейіпке енетін онда әсіресе студенттер жиі келеді деп күтілуде. Өйткені көше қос жоғарғы оқу орнының ортасында орналасқан. Дегенмен онда жастардан бөлек кез келген қала тұрғыны қыдыра алады. Қазір жаңғыртылған көшелерді көріп жүрмін, тегі көңіл күйің деген осы көтеріліп, жаңағы жолменен жүрген емес, кәдімгідей ұшып келатқан сияқты болып сезінесің. Сондықтан мына жерге брусчаткалар анамна болса, қандай тарихи тамаша нәрсе болар еді. А так будет хорошо, красиво, удобно людям, гулять хорошо. Местным жителям. Я думаю, пешеходы это не менің ойымша халық деген бұл қаланың ажырамас бөлігі. Егер көшелерді жүргіншілерге ыңғайлы етіп жасаса, жақсы болар еді. Көлікті тізгіндегендер кейде біздерге емін-еркіндікке кедергі келтіреді. Темір тұлпарды кез келген жерге қойып кете береді. Қайта жаңғыртудан өтетін Күләш Байсейітова көшесінде маусымдық кафелер ашылады. Сондай-ақ жазда жанға сая болатындай әртүрлі сұрыпты 400-дей ағаш отырғызылады. Жөндеуден кейін көшеге темір тұлпар кіргізуге мүлде тыйым салынбақ. Десе де тек қаладағы қызметтік апаттық құтқару көліктеріне ғана рұқсат беріледі. Айта кетейік, биыл жөндеуге тек отандық құрылыс материалдары ғана қолданылады. Сапа жағынан көреміз. Енді біз оны әлі қолдаған жоқпыз. Бірақ сырттан былай қарасан, бәрі ГОСТарға сәйкес келіп тұр, стандарттарға сәйкес келіп тұр. Негізінде кәдімгідей тас, ол 100 жылдай артық тұра береді. Брусчатка ол енді қалай қолдаймыз, солай тұра береді ғой. Сол енді қарау керек қой. Минимум где-то 25-50 жыл тұратын шығар. Жалпы жөнделетін көшеге заманауи орындықтар, көше жарықшамдар орнатылады. Сондай-ақ қыдырған даңғайлы болатындай қырлы тас төселеді. Қайта жаңғыртуға жауапты мамандар жұмыстар маусым айының ортасында басталып, күзде толық аяқталады дейді. Жадыра Омыржан, Мұрат Тайжан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.